Сәлем баршаңызға. 24 мамырдан бастап барлық қазақстандықтар санатына қарамастан Өркен отбасы банк kz порталы арқылы тұрғын үй есебіне онлайн тұра алады. Кезексіз, қағазбастылықсыз, барлығы оңай және цифрлық форматта болмақ. 24 мамырдан бастап тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке тұру үшін Өркен отбасы банк сайтында жарамды ЭЦК арқылы авторизациядан өтіңіз. Жүйе сіздің талаптарға сай келу-келмеуіңізді автоматты түрде тексереді. Егер кәмелет жасқа толған азамат болсаңыз және сіздің немесе отбасы мүшелеріңіздің соңғы 5 жылда меншігінде тұрғын үй болмаған жағдайда сіз тұрғын үйге мұқтаждар есебіне енгізілесіз. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке қою – бұл мемлекеттік қызмет. Қарау мерзімі тек өтінім берсеңіз 1 жұмыс күні. Ал құжаттардың сканерленген көшірмелерін, мысалы, тұрғын үйдің апатты екенін растайтынын қоса тіркесеңіз 3 жұмыс күніне дейін. Өтінімді демалыс күні берсеңізше, уайымдамаңыз. Кезекке келесі жұмыс күні қойыласыз. Ең маңызды ақпарат: тұрғын үйге мұқтаж ретінде кезекке тұруға өтінім берген кезде сізге және отбасы мүшелеріңізге 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Хабарламада жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру сұралады. Бұл SMS-ке міндетті түрде жауап беру қажет, әйтпесе өтінім қабылданбайды. Жауап болмаса, жүйе өтінімді өңдеуді жалғастыра алмайды. Қазіргі тұрғын үй кезегімен не болады? Кезекте тұрған қазақстандықтарға алаңдауға негіз жоқ. Барлық қолданыстағы мұқтаждар базасы 2025 жылдың 17 маусымынан кейін отбасы банкке беріледі. Ешкім кезектен шығарылмайды. Бұл мерзім әкімдіктерге 25 жылдың 24 мамырына дейін келіп түскен өтінімдерді өңдеп, азаматтарды есепке алу үшін берілген уақыт. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке тұру үшін өтініші неге қабылданбауы мүмкін? Сізде немесе отбасы мүшелеріңізде соңғы 5 жыл ішінде тұрғын үй мүлкі болған жағдайда. Екінші, сіз тұрып жатқан үй мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген болса, немесе әкімдік тарапынан жеке қордан жалға алынған болса. Үшінші, өтінімде жалған немесе дұрыс емес мәліметтер көрсетілген немесе жалған құжаттар берілгенде. Төртінші, бұрын мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алып, оны жекешелендірген болсаңыз. Бесінші, бір ғана тұрғын үйіңіз апатты деп танылған, бірақ басқа қаладан орналасқан болса. Мысалы, Алматы облысындағы тұрғын үй, ал өтінімді Алматыда берсеңіз рұқсат берілмейді. Алтыншы, мемлекеттік бағдарлама арқылы жеңілдетілген ипотекамен тұрғын үй сатып алған